Сәлем достар, бүгін сіздерге мен мынандай үтікке обзор жасағым келіп тұр. Бұл бушығарғыш дейді ма, қазақша орысша отпариватель дейді. Өте тұрмысқа үйге керекті қолайлы зат екен. Перделерді, сыртқы киімдерді, курткаларды, пальто, костюм шалбар күйдіріп аламын деп қорықпайсыз. Осындай үтікпен қолдансаңыз болады. Міне мына жерге су құйылады. Мынау бүйтіп ашылады. Қазір көрсетемін. Тұр ғой мен. Мынау ашылады, мынау бүйтіп алынады, мынау бүйтіп ашылады. Мына тесіктен су құйылады. Мынаның ішінде негізі желательно таза су құйған дұрыс, фильтрдан өткен. Өйткені мына жақтың бәрін анандай макет жауып қалады тесіктерін. Мен уже біраз болды қолданып жүргеніме, өте жақсы, өте ыңғайлы. Мына жерде щеткасы бар, щеткасын қойсаңыз да жақсы болады. Без щетка тоже можно. Короче, сондай. Бұны доққа тығамыз да 2 минуттай қойып қоямыз. Қазір мен тығайын. Міне доққа тығып қойдым. Бұл былай жанып тұрады төбесі. 2 минуттай тұрса жақсы пар шығарады. Мынау куртка. Мынау мен кеше алған едім. Этикеткасын алмадым. Кеше алған курткам, мына түрі жағда состояниесі мынандай. Қазір бір жағын істеп көрсетемін. Сосын салыстырамыз. Міне. Бір жағын істеп көрсетемін. Өте рахат, ыңғайлы. Куртканы күйдіріп аламын, пальтомды күйдіріп аламын деп қорықпайсыз. Достар, каналға жазыламыз, лайк басамыз, комментарий жазамыз. Қазақша каналды қолдаймыз барынша. Қасында қызым жылап атқан. Ренжімеңдер. Міне бір жағын істеп қойдым, енді салыстырайық екіншісіне. Міне. Көрдіңіздер ма? Тез істеп шықтым. Мынаның бәрін бүйтіп ұстап жөнделіп істеуге болады, мынаны ше. Енді мына жақтарыңыздар. Міне. Міне. Осындай алсаңыздар өкінбейсіздер. Қымбат тұрмайды. Өз бағасын оправдать етеді. 100% гарантия. Өте керемет, бірақ жақсы фирманы таңдау керек сияқты. Вот, солау.